Достар, сәлем, бұл Лаура Ньюс каналы. Қазір мен қасымда Сапарбай Жолбаев мырза, экономист, танымал эксперт, барлық телеарна, барлық бақтың көз айымы деп айтсам болады. Мақтан жібердім. Енді шын ғой, сізді жиі көреміз. Енді бүгінгі мен сізге қояйын деп тұрған сұрағым өте қызық сұрақ. Екі мемлекетті байланыстыратын сұрақ, бірақ айналып келгенде біздің президентке тіреледі. Қытаймен қарым-қатынас. Соңғы уақытта елдің арасында даурықты әңгіме жүріп жатыр, Қытаймен қатты жақындап кеттік. Қара Қытай еліміз деп көбейіп кеттік, қаттап кеттік, қорқынышты деп айтып жатады, әлеуметтік желілерде оқысаңыз. Мен өзім бір рет Каспий банкке кірген кезде қасымда 5-6 Қытай отырды. Мен Қытай мемлекетіне бардым, маған қатты ұнады, мен ешқандай бір жауластық рух сезінбедім. Десе де бізге келетін бір қауіп бар ма олардың ағымынан, және де қандай кері немесе жағымды әсер тигізеді бізге осы Қытаймен байланыс. Бұл енді кішкене политологқа қоятын сұрақ болып кетті, бірақ қазір сізге қояйыншы, экономикалық жағын айтайық. Именно қаржы жағынан, өйткені кез келген мемлекет өз мүддесін ойлайды. Біз қазақтар Қазақстанды ойлағымыз келеді. Біз Қытаймен аралас құралас бола тұра Қазақстан дамыса екен деген ойды ойлаймыз, оны біздің президент те ойлайды. Жатса да ойлайды, тұрса да ойлайды. Десе де Қасым-Жомарт Кемелұлы өзіміздің Қытайда оқыған, жұмыс істеген. Сондықтан осы мәселеге экономикалық жағынан сіздің пікіріңіз? Экономикалық жағынан біздің Қазақстан мынау Ресеймен кеңес дәуірінен кейін біз қалыптасқан егемендікке шыққан еліміз, сөйтіп тәуелсіз мемлекеттер достастығы мүшесіміз. Сондықтан тәуелсіз мемлекеттер достастығының ең үлкен мүшесі бұл Ресей. Сондықтан біздің Ресеймен ара байланысымыз өте жақсы. Мен айтар едім, біздің мынау көрші бауырлас республикалар бар ғой, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, солармен салыстырмалы түрде біраз жетістігіміз бар. Қазақстан бүгінгі күнде тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішінде жалпы ішкі өнімнің жан басына шаққанда біз бірінші орындамыз. Өз 12 мемлекет бар, анау Балтық бойы мемлекеттері шығып кеткен бірден, қалған мемлекеттер 12 мемлекет еді. Украина мен Грузия бір шығып, бір кіріп, әйтеуір жүр. Өздері біледі. Қалған сол 9-10 мемлекет мүше. Молдовада мүше. Солардың ішінде біз қазір бүгінгі орында экономикалық жағынан бірінші орындамыз. Өзі бірінші, екінші орында Ресеймен бірге едік. Бірақ Ресей қазіргі саяси жағдаймен, соғыс жағдаймен өзінің көрсеткіштерін төмендетіп алды. Сөйтіп біз бірінші орынға шықтық. Енді бұл әрине мынау бірінші орынға шықтық қай жағынан? Жалпы ішкі өнімнің жан басына шаққандағы көрсеткіші бізде $14,7 мың жылына. Бұл мәселен біздің қырғыз бауырларымызда бір $2,5–3 мың. Өзің салыстырып көрсе болады, бір 6 есе біз сәл дәулетірек боламыз. Енді бұның көрінісін біреулер сенбейді, айтады, ой, жоқ, ондай емес дейді. Бұл мынандай көріністе береді. Мәселен, сол енді қырғыз бауырларымыз болған екен ашық айта берейікті. Солардың жастарының өте көпшілігі шетелдерде, Ресейде, Қазақстанда, басқа мемлекеттерде жұмыс істеп жатыр. Біздің Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Бізде тек қана азғантай ғана бір 120 мың адам енді өзінің осы жерде бақытын таппағаннан кейін дейміз ба, шетелдерде, Кореяда, Англияда жұмыс істеп жүр. Бірақ олар негізінен сол өзінің жоғары табыспен. Бізде Қазақстанда жұмыс жоқтығынан емес, жоғары табыстан өзінің мүмкіндіктерін, өзінің әлеуетін пайдалану үшін шыққан адамдар. Ал енді мынау біздің көрші мемлекеттерде, мәселен, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстанда өздерінде жұмыс жоқ болғаннан кейін олар өте миллиондап басқа мемлекеттерде жүр. Солардың жағдайы осыны көрсетеді. Яғни біздегі $14,7 мың еді, жаңағы ол мемлекеттерде $2,5–3 мың не? Әсері қандай дегенді осыны көрсетеміз да. Сөйтіп біздің енді бұл мен неге Ресейді көбірек айтып жатырмын, біз жаңағы тарихи бірге болдық та. Енді қазір бізде жаңа әкімшілік, жаңа президентіміз әртараптық саясатты жүзеге асырып жатыр. Яғни біз түрік мемлекеттері ұйымына мүшеміз, Европа одағымен де өте жақсы байланыстамыз, Америкамен де байланысымыз, Қытаймен де байланысымыз өте жақсы. Енді Қытайға келейік. Қытай не үшін біз? Қытай біздің көршіміз.
Кейін бүгінгі күнде 1978 жылдан кейін Дэн Сяопиннің әрекетімен өте дамып келе жатқан өте үлкен мемлекет. Мәселен, сол кездегі 78 жылы бір ең кедей мемлекеттердің біреуі болған Қытай бүгінгі күнде Американы басып озуға дайын болып тұрған мемлекет. Иә, бірақ өзіме ұнаған бір жері өте біз сияқты басқа елден кіретін ешқандай приложенияларға тіпті, кәдімгі телефондағы WhatsApp-тың өзін қажетсінбейтін мемлекет. WeChat деген өздерінің WhatsApp-ы бар. Бізде WhatsApp қой әлем бойынша. Оларда WeChat. Енді мен осыған бір түсіндірме берейін. Біз неге WhatsApp-ты қолданамыз, басқа нәрсені қолданамыз да, Европалық мемлекеттерде Facebook-ты қолданамыз, ал Қытай бұларды қолданбайды. Себебі оларда 1,4 миллиард халық болғаннан кейін, олар шетелдік сондай қосымшаларға олардың талабы жоқ. Ал біз енді бар болған 21 миллион халыққа, егерде біз ондай үлкен бағдарламаларды істеп шығаратын болсақ, оның өзіндік құны өте жоғары болып кетеді. Оны ұстап тұрудың да қажеті жоқ. Бұған әрекет жасаудың қажеті жоқ. Мен былай да ашық айтамын. Мынау телефонды Финляндия кезінде шығарған, естеріңде бар, Финляндия өте Nokia деген телефонды шығарды. Не болды? Қазір өте сол завод жалпы ешнәрсеге арзымай қалды. Себебі халқы 5-ақ миллион. 5-ақ миллион. Иә, Финляндия қаншалықты тыраштанғанымен ол нәрсені олар сол өте білімді халық, мектептері дүние жүзіне үлгі болатын халық, еңбекшіл халық, үнемшіл халық, біздегідей той жасап жүрмейді. Соның өзінде соны ептей алмаған. Финляндия демекші, бұл жалпы кешеден бері мен сол үшін есіме. Сонда ондай өзінің әлеуетін дамыта алмай жүрген Финляндиямен не жұмысымыз болуы мүмкін? Бірақ енді оның жаңағы білімі жақсы, кейін ол жерде технологиялық жетістіктері жақсы, кейін олар мына суық мемлекеттердің біреуі ғой. Сол суық мемлекетте коммуналдық төлемдерді, жылуды, солар жолдарды мәселесін оңай, қалай оңай емес, жақсы шешкен мемлекетте. Сондықтан біз оның тәжірибесін алуымыз керек. Мәселен, мектептерді білім беру мәселесі өте жақсы қойылған. Әрине оларда енді 5 миллион халық болып өсу өте аз мүмкіндіктері бар шығар, ал енді біз тез өсіп жатқан мемлекетпіз, сондықтан Финляндиямен байланыс керек. Ал енді Қытайға оралайық. Енді Қытайға оралайық. Қытай, мен айтар едім, қауіпті емес, егерде біз өзіміздің мақсаттарымызды жоғары қойып, біздің билік, шенеунік дейміз ғой, амалдарлар, егерде әділ жұмыс істейтін болса, қорықпаса болады. Бірақ бізде кейбір өзінің жаңағы мемлекеттік мүддеден гөрі өзінің жеке мүддесін жоғары қоятын бір кейбір лауазымдағылар бұл нәрсені халықты растан да қорқытып жатыр. Иә, енді жалпы мен қазір физикалық жағынан айтпай қойын, қауіпті. Мен дәл экономикалық тұспалдан сұрағым кетті. Иә. Біз енді Қытай өте ақылды халық қой, мынандай металдан үлкен микрофон жасайтын, магнитофон жасайтын ел. Сондықтан біз мысалы қазір біздің президенттің дипломатиялығы, ақылдылығы жағынан кішкене жеңіп, ортақ шешімдерге келмесек, жақында мен бір эксперт сымақтың атын айтпай қояйын, бір жазбасын оқыдым Инстаграмда. Ол кісінің пікірі бойынша Қытай бізді тек қана алдап қолданып жатыр екен. Мысалы, біздің ең умный деген чиновниктардың балалары Қытайда оқып жатыр екен. Олар келешекте Қытайға служить етеді деп жазыпты. Біздегі билік өте әлсіз деп сынапты. Сондықтан қазіргі байлықтың бәрі Қытайға кетеді екен деп жазыпты. Сондай өте ауыр тиген жазба болды маған. Қытайды жау деп көрсеткен, бірақ негізінде экономикалық тұрғыда бізге пайдасы бар ма? Әрине пайдасы бар. Неге? Мен маған айттым ғой, Ресеймен біздің арамыз жақсы дедім, енді Қытаймен де дәл сондай араның жақсы болу керек. Әрине біздің халықта мұнысы қара Қытай қаптаса, орыс әкеңдей болады деген мақал бар, қорқыныш бар, дұрыс. Егерде біз өзіміздің сол президентіміздің алып бара жатқан саясатымен өзіміз тең дәрежелі бір шарттарды, келіссөздерді жүргізсек, қорқатын нәрсесі жоқ. Неге? Мәселен, оларға бізде енді көбірек шикізат шығарамыз. Біз енді өнеркәсіпті де дамытып жатырмыз, қазір көп айтамыз да, бірақ орындалатын нәрсеміз өте аз.
Енді өкінішті, ол бізде Қазақстан жемқорлық бойынша 93-ші орында бекерге емес қой, өте жемқор мемлекеттердің қатарындамыз. Бұл дегені сол жаңағы біздің кейбір биліктегі лауазымдағылар өз мүддесі үшін кейбір халыққа тиімсіз жобаларға да қол қойып жіберіп, жаңағы Қытайға кейбір уақыттарда жеңілдіктер беріп жіберуі мүмкін. Мәселен, мынау мұнай өндіру бойынша біз білеміз, Қытайдың мемлекеттік корпорациясы бізде Ақтөбеде Қытай мұнай өнімдерін өндіреді. Соған жергілікті халықтың, жұмыс істеп жатқандардың көңіліне толмайтын нәрсе не? Қытайдан келген маман дәл сол жұмыс істесе, Қазақстаннан дәл сол жұмыс істеген адам ана Қытайдағы 3-4 есе көбірек жалақы алады да, ана біздікі 3-4 есе жалақыны азырақ алады. Ондай нәрселер бар. Тепе-тексіздік. Теңсіздік. Егер де біз соны жаңағы шарттама жасап жатқан кезде осы нәрселерді ашық айтып, сенің егер де шетелден өзіңнің маманыңды тарт, мейлі ол енді өзінің жаңағы семьясын тастап келген үшін 20%, 30%, 50% мейлі ақшасы көбірек болсын. Бірақ біздікінен жаңағы 2 есе, 3 есе, 4 есе көп болмасын деп айтып қою, яғни кәсіподақтардың мүддесін сөзге қою керек, қорғау керек. Егер де біз табыс табатын болсақ, біз мәселен жер беріп жатырмыз, суды беріп жатырмыз, электр энергиясын беріп жатырмыз. Осылардың барлығы негізгі капиталға қосылып, біздің де үлесіміз өте үлкен болу керек. Олар келіп, бар нәрсені тегінге алып, бір тегіс жерде, еш нәрсе жоқ жерде құрғандай 100% өзіндік өнеркәсібін істесе, олар айтады, біз тапқан пайдамыздың бәрін біз әкетеміз дейді. Ал біз айтуымыз керек, айналайын сен жерде отырсың, суды істеп отырсың, жолды пайдаланып отырсың. Сондықтан біз енді мүмкіндігінше бір 50-ге 50 жұмыс істеуіміз керек та. Бірлескен кәсіпорындарға құруға әрекет жасауымыз керек. Тек олардың өзінің үлесі болып жүретін болса, оған біз азғантай да болса шек қоюымыз керек. Біз енді бұрынғыдай 90-ші жылдағыдай бір тиыны жоқ мемлекет емеспіз ғой. Бүгінгі кезде өзіміздің ақшамыз бар. Егер де Қытайдың компаниясы сол біздің қойған шарттарға көнбейтін болса, біз басқа Түркияның сондай компаниясын шақыруымыз мүмкін, Европадан шақыруымыз мүмкін. Солармен біз тең дәрежеде әрекет етуіміз керек. Неге мен бұл мәселені өте осылай көбірек көңіл бөліп отырмын? Мынау Африканы 60-шы жылдарда олар егемендікке шықты ғой, Африка мемлекеттері. Сол кезде мынау Франция, Ұлыбритания сияқты мемлекеттер, енді Америка біраз ғана қатысты, Италия сияқты мемлекеттер сол Африканың жаңағы түсінбейтін басшыларын сатып алып, соларға өте үлкен ақша беріп, бүтін жер асты байлықтарын, олардың мүмкіндіктерін бәрін былай эксплуатация қылды дейміз ба, сол істеген. Бүгінгі күнде сондықтан Африка мемлекеттеріндегі мемлекеттер өте кедей. Өте аз олардың арасында. Францияның бұдан да, олар? Иә, енді олар қуып шыққан болады, бірақ өзінің ішіндегі мемлекетінің өзі өте жемқор болады да. Сондықтан біз Қытаймен бірге істеген кезде, президентіміз енді Москвада оқыған, Қытайдың елшілігінде жұмыс істеген, Қытаймен өте байланысымыз жақсы. Мен ойлаймын, тең дәрежеде жұмыс алып баруымыз керек. Осы жерде жер мәселесі өте күрделі. Неге? Себебі бізде жерді сатылмайды, біз жер мемлекеттік дейміз ғой, бірақ егерде мынау хабарландыруларды қарасаңыз, бізде сатылмай жатқан жер жоқ. Аренда ма? Барлық жер сатылып жатыр. Жалға беріледі, иә? Өзі бізде заң бойынша жалға берілу керек. Ал енді былай жаңағы біздің әкімдердің, кейбір жемқор әкімдердің әрекетімен біздегі жерлер өте көп сатылып жатыр. Сатылып жатыр деген сөз. Ол шетелге сатылып жатқан жоқ. Өзінің ішкі латифундистеріне, өзінің ішкі олигархтарына, өзінің ішкі таныс білістеріне сатылып жатыр да. Арзан бағаға сатылып жатыр. Бұл, получается, біздің Қазақстандағы жер қазақтарға өзіміздің олигархтарға сатылып жатыр. Иә, біздің заң бойынша тек қана өзімізге сатылады. Сол жерді енді алғаннан кейін кейбір жаңағы әкімнің қолшоқпарлары дейміз ба, солар оны қытайлықтарға жаңағы өзі тегін алды ғой. Тегін алғаннан кейін аналарға арзанға арендаға беріп жатыр, жалға беріп жатыр. Ақша тауып жатыр. Еңбексіз ақша тауып жатыр. Бизнес қой. Бизнес. Сондықтан енді оны мен арам деп айта алмаймын, ол соттың шешімі болу керек. Бірақ біздегі сот
биліктің жарайды, арам демесек те әділетсіз деуге болады. әділетсіз деп айтайық. Сол әділет біздің қазақтың халқы бойынша әділетсіз, соларға кейбір кездерде бір мәселен экологиялық нашар жерлерді де беріп жатыр. Халық білмейді аға, бұны мен де мысалы сіз. Халықтың енді көпшілігі айтып жатыр. Мәселен мынау қазір Қытай мақта өндіруден өте жоғары дәрежелі технологияға ие. Бірақ сол жергілікті халық соған разы болып жерін берді ма, жоқ біздің әкімдер оған басым көрсетті ме, осы мәселені сәл қарап көру керек. Осы мәселені зерттеу керек. Егер де ол мәселен Қытайдың технологиясы керек, мен әңгіме жоқ. Олар өте жақсы, пайдалы, тиімді болады. Бірақ біз тең дәрежеде сөйлесуіміз керек. А біздің жергілікті халықты қуып жіберіп, оларды жаңағы жерсіз қалдырып, оның бәрін жаңағы әкім қара Қытайға беріп қойып, жаңағы пайданы қалтасына салып отырған болу, бұл дұрыс емес. Иә, міне осы тақырыпты зерттеген дұрыс екен. Ал жалпы Қытаймен қарым-қатынас құру бізге тиімді, себебі бұл өте үлкен мемлекет, дамып жатқан мемлекет, технологиялар өте жоғары. Кейін Қытаймен біздің байланысымызды жақсартатын және бір өте үлкен бір себеп бар. Қытаймен Европа саудасы $600 миллиард. Бұл өте үлкен көлем. Егер де соның біз бүгінгі күнде бір 7-8% ғана біздің территориядан өтеді, транзит. Содан біз мен пайымдауымша бір $6 миллиард ақша түсіп отыр. Сол Қытайдың тауарын ары бері өткізгеніміз үшін ғана. Басқалар да бар. Енді жаңағы Ресейдің тауары Қытайға, Өзбекстанның тауары Қытайға, Қытайдың тауары Өзбекстанға, солардан бәрін алғанымыз бір $6 миллиард алып тұрмыз. Бұл өте үлкен қомақты қаржы. Егер де біз осы көлемді қазір президентіміз жаңағы достық пен мойынтының ортасында 2 жол құрып, оны ар жағына жаңағы Қаражалға дейін жол, одан кейін Сексеуілге дейін жол салып, кейін Ақтау мен Кавказ арқылы жолды, орталық жолды ашатын болсақ, Қытайда мынандай үлкен бір бағдарлама бар. Бір белбеу, бір жол деген. Бұл не дегені? Мынау орталықта Тибет тауы, Гиндукеш тауы, Памир таулары бар ғой. Соның мынау оңтүстік шығыс мемлекеттер, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, кейін Қытайдың орталығы Шунцзин, Чэнду, Сиан сияқты, кейін Цзиньцзян, сондықтан мына Қазақстан, Өзбекстан, осылар бір белбеу. Жаңағы таудың сыртында. Егер де осыған бір үлкен жол салып, өте айналып, осы товар айналымын кеңейтетін болсақ, біздің орталық Азия бір мұхитқа шығатын жолымыз жоқ қой. Сол мынау Қытайдың өзімен, сол жаңағы оңтүстік шығыс Вьетнам, солармен саудамыздың өзі бізді өте үлкен дәрежеге көтерсе береді. Демек, бұл қауіптілігі де бар, бірақ пайдасы бар. Әрине, енді қауіпті деп айтпай-ақ қояйық, олар кейбір уақыттарда біздің мүддемізге қарама-қарсы әрекеттерді болады. Себебі олар пайда таппақшы, олар ақшаның егесі. Сондықтан олар біздің жаңағы кейбір лауазымдарға сәл азғантай да ғана жаңағы қалтасына ақша салып, пара беріп, өздеріне тиімді шарттар жасап қоюы мүмкін. Демек, осы Қытай және Қазақстанның қарым-қатынасы туралы, Қытай үлкен мемлекет, Қазақстан кішкентай мемлекет, жарайды, жеріміз бар, байлығымыз бар, ресурсымыз бар, біз енді ол жағынан танымалмыз әлемде, жер бойынша, ресурстарымыз бойынша біз өте бай, көрші Түркияның өзі, Россияның бәрі бізге көз тігіп отыр деп айтады. Қытайдың өзінің қызығушылығы бар дейді. Негізі барлық алпауыт ақш-тың өзінің қызығушылығы Қазақстанға түседі. Сондықтан бұл жерде біздің Қазақстан билігінің мықты болуы шынында да өте қажетті момент. Достар, осы Қытай және Қазақстан арасында қатынас туралы сұрақтарыңыз бар болса, жолдаңыздар. Оған да біздің экономистіміз жауап береді, талқылаймыз, тіпті қызық болады бұл. Аға, сұрақтарымызға келіп жауап бергеніңізге көп рахмет. Келесі бөлімдерде тағы да өте қызықты сұрақтар қоямыз сізге. Көріскенше достар. Саламат болыңыздар.